сосиска көрсем бір нәрсе есіме түседі да менің ше. Күлкім келеді ше. Басынан ондай өткен кішкентай кезімізде өткен бір қызықты айтып берейінші. Енді живой анекдот дей ма? В общем, былай ғой. Біз кішкентай 4 қызбыз ғой де. 4-еуміздің ең кішкентай өлең айтуға жарамайды әлі. Кішкентай кезімізде бір өлең шықты да сол кезде. Сол кезде біздің тіліміз келмей, ол өлеңді, в общем, үйдің жанында бізде әткеншек бар да. Сол 3 қызымыз әткеншекке отырып ағамыз. Жан-жағымызда көршілеріміз, 3 көрші бар. Жер қопарып жатыр, біреулері малмен бір нәрсе қылып жатыр, в общем. Сол кезде есімде да. Сол кезде есімде да. Ана өлеңге тіліміз келмейді. Былай өлең айтып жүрміз ғой, қазір айтайын. Сосиска, сосиска, сиска, сиска деп бақырып айтамыз ғой өлеңді. Үшеуміз хормен айтамыз ғой ана өлеңді ше. Сөйтіп үйден мамам жүгіріп шығып, ойбу, сорлы көтектер, ойбу деп бетін ұстап, жап ауыздарыңды жап, сендер бұны мағынасы не екен білесіңдер ма деп бізге мама сөйтеді ше. Сол кезде блин, сол кезде бәсе жан-жағымызда ғана көршілеріміз бізге қарап күледі да, олар үлкен, ал біз кішкентаймыз ғой. Блин, соны әлге дейін қазір көрсек болдарына 3 қыз есімізге түсіреміз де күле береміз ғой. Хорошо, что хорошо, что сиска деп айтқанбыз, хорошо, что писка деп айтпағанбыз деп ше. Блин, вот сондай қызық болған. Вот содан кейін постоянно соны көрсем болды, есіме түсіп күлкім келеді бар ғой. Солай сөйтіп солай адамдарға живой анекдот болғанбыз, жан-жағымыздағы көршілерге солай живой анекдот болғанбыз сөйтіп. Сіздер де күліп отырыңыздар.